Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер, мен өз сөзімде ұсынылып отырған есеп пен қорытынды бойынша бірқатар мәселе арнайы тоқталғым келеді. 2023 жылдың бюджетінің атқарылуында жетістіктермен қатар күрделі мәселелер де бар. Біріншісі, үкімет табыс өсім көрсеткіштерінің өскенін айтып отыр. Бірақ сайып келгенде коммуналдық тарифтердің өсуі импортқа тәуелділік және жеке секторлардағы бәсекелестіктің төмендігі оны жоққа шығарады. Бұған мысал, биыл кәсіпкерлерге жеткізілген электр энергиясының тарифтері 48%-ға өскені. Үкімет президенттің сапалы, яғни ұзақ мерзімдік қамтитын жұмыс орындарын ашуға қатысты тапсырма тиісті деңгейде орындалып отыр деп айтады. Бірақ сөзіме дәлел болсын, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы ашылған жұмыс орындарының 90% уақытша, ал агросаладағы жұмыс орындарының 81% маусымдық, яғни уақытша табыс деген сөз. Инвестициялық жобаларға бөлек тоқталғым келеді. Жобалар бойынша ақпарат жоқ. Үкіметтің есебінен мемлекеттік бюджеттен жеңілдетілген несие алған инвестициялық жобалардың қазіргі жағдайы, олардың қуаттылыққа шығуы, жұмыс орындарының ашуы және салық төлемдерінің туралы ақпарат таппадық. Бір өкініштісі, үкімет әлі күнге дейін мониторинг жүйесінің ашықтығын қамтамасыз ете алмай келеді. Біздің үкіметтен ғылыми зерттеуге жұмыстарынан нәтижесі қажет емес-ау деген пайымға келдік. Жыл сайын ғылыми зерттеуге жұмсайтын 200 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады. Ал соның жемісін үкімет керек етіп отыр ма? Бір мысал айтайын, сіздерге түсінікті болсын деп 585 миллион теңге еліміздегі тұқым шаруашылығына жақсартуға арналған бағдарламаға деп зерттеуге бөлінген ақша болды. Ғалымдарымыз 3 жыл бойы еңбектенді. Тек осы зерттеудің нәтижесінде ұсынылған жүйенің іске асырып, шаруаларымыз картоп тұқымын өсірудің жыл сайын 2 миллиард доллар табыс табуына болатын еді. Нидерланды мемлекет бұл әдіспен 50 жыл алдын ала тапсырысын алып алған табысын молайтуда. Бірақ осы ғылыми жұмыс негізінде ұсынылған тұқым саласына өз-өзін реттеу жүйесін енгізуді көздейтін заң жобасын үкімет тарапынан қолдау таппады. Ендеше жоғары аудиторлық палата зерттеуге жұмсалған қаржыны тиімсіз деп танысын, немесе үкімет шаруалардың экономикалық жағдайына бас ауыртқысы келмейтінін ашық айтсын. Елдегі жағдайды көтеріп отырасыздар. Кешегіде су тасқын, кейін әлі көп дүние оңала қойған жоқ. Бұл ретте бюджет қазынасын толтыру мәселесі өте өзекті деп ойлаймыз. 2022 жылы салық жеңілдетілген жоғалтқан шығынымыз 9,6 триллион теңгеден асады. Оның ішіндегі 2,2 триллион ақша банктер мен және қаржы ұйымдарының тиесілі. Осы кезде біздің ауыл шаруашылыққа бөлінетін 300 миллиард теңгеді аузымызды көпіріп айтқан кезде сол субсидияны таңғаламын. 2,2 триллион теңге банктер мен қаржы ұйымдары, 300 миллиард теңге 270 мың ауыл шаруашылық кәсіпкерлеріне бөлінетін, салыстыруға мүмкін емес деп ойлаймыз. Осыншама қаржыны экономиканың ақсап жатқан тұстарына неге жұмсамаймыз? Енді кезекте жоғары аудиторлық палатаның есебі туралы айтып өтейін. Әу баста жоғары аудиторлық палата не үшін құрылып еді? Өткен жылы жоғары аудиторлық палатаның қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетті тізеге салып отырып, жүйелі түрде жақсартуға арналған 32 ірі ұсыныс берілген. Сондай-ақ бюджет жобасын әзірлеу кезінде жоғарыдағы аудиторлық палата 1 триллион теңгеден астам қаржыны қысқартуға қажеттілігін атап өтті. Бірақ соның нәтижесін қашан көреміз? Жоғарғы аудиторлық палата үкіметтің позициясымен келісіп отыра беру шарт па? Бюджет қаражатын жөнсіз пайдалану жағдайларын жасырып қалу фактілері де бар. Өткен жылы шегірткелердің бүкіл даламызды толып кеткен елде сіздер де жақсы біліп отырсыздар. Бірақ сол уақытта ауыл шаруашылық министрлігіндегі жауаптылар мұны жоққа шығарды. Енді айналып келгенде өзіміз тексеріс жүргіздік. Анықталғаны шегіртке қарсы қолданатын заттар кеш сатып алынған. Ол тағы аймақтарға кеш жеткізілген. Сонда біз дегеніміз осы елдің азаматтары осындай әртүрлі мәселе өзіміз бақылау жасап, тексеріс жүргізіп, әлгі жоғарғы аудиторлық палатаның істемеген жұмысын қоса атқаруымыз керек па? Сөзімізді қорытындылай келе айтарым. Ұсынылған есепті мақұлдай отырып, үкімет жоғарыда айтылған мәселелердің дұрыс жолға салып, кемшіліктерді түзету үшін бизнес қауымдастықпен өкілдерімен, басқа да азаматтармен тығыз байланыс жасап, олардың да пікірін мұқият ескеру тиіс. Назарларыңызға рахмет.